Дукаликова Гүлжан Шайзатовна, Шымкент қалалық адвокаттар алқасының адвокаты. Менің қорғауымда Құрманәлі Ермахан Нұрахманұлына қатысты Мақтаарал аудандық сотында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 202 бабының 2 бөлігінің 1-5 тармақтарымен күдікті деп танылып, қылмыстық іс айыптау актісімен сотқа берілген. Кеше 19 қараша 2024 жылы сот тергеуі басталды. Сот тергеуінде жәбірленуші деп танылған Мұрат Фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері мен адвокаттары сотқа бірнеше талап тілектер беріліп, өтініш хаттар тапсырған болатын. Сот жәбірленушілердің өкілдерінің өтініш хаттарын негізсіз деп санап, қанағаттандырусыз қалдыру туралы сот актісін қабылдады. Атап айтқанда, олар қылмыстық іс бойынша жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мұрат Фармға келтірілген материалдық залалдың сот тауартану сараптамасындағы көрсетілген залалдың мөлшерімен келіспейтінін, кешенді сараптама тағайындау қажет екенін талап еткен болатын. Алайда қылмыстық іс материалдары бойынша сот тауартану сараптаманың қорытындысы бар, ол айқындалған, сондықтан оның қажеттілігі жоқ деп таныды. Одан бөлек Ермахан Құрманәліге қатысты бас бостандығын күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына өзгерту туралы өтініш хат берілді. Алайда сот ол өтініш хатты да қанағаттандырусыз қалдырды. Себебі Ермахан сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында сот тергеуі кезінде бір кедергі келтіретіндей, шақырған кезде келмей қалатындай бір теріс әрекеттер жасамағанын, оның тұрғылықты мекен жайының барын, өзіне тағылған айыпты толығымен мойындап отырғанын, Қазақстан Республикасының азаматы екенін барлығын жан-жақты сот ескерді. Менің айтайын дегенім, бұл Мақтаарал ауданының полиция бөлімінің тергеген кезде бұл қылмыстық істі көп кемшіліктерге де жол берілген. Атап айтқанда, қылмыстық іс материалдарына осы ғимараттың кімге тиесілі екені анықталмай қалған. Қылмыстық іс материалдарында Мұрат Фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өздері жекеменшік аудитор жалдап, аудитор бойынша тексеру жүргізіп, құжаттарын бәрін қамтыған аудитордың іс материалдарында қорытындысы бар. Сол қорытындыны оқып таныссақ, ол жерде бұл Мұрат Фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ол ғимаратты жалға алған. Және де жалға алу бойынша оның бірінші этажы дейді ғой, бірінші бөлігін ғана жалға алған. Және де жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің Мұрат Фармның бұл Мақтаарал ауданында филиал ретінде тіркелмегені анықталып отыр. Себебі олардың жарғысында олардың заңды тұрғылықты мекен жайы Шымкент қаласы болып тіркелген. Сонда Мақтаарал ауданында Атакент кентінде немесе Мырзакент кентінде, Жетісай қаласында олар дәріхана ашатындай құқықтары жоқ. Құзырлы мекемелер осы уақытқа дейін соны ешкім тексермеген. Олар жергілікті бюджетке салық төлеп отқан жоқ. Өздерінің табыс салығын төлеп отқан жоқ. Сондықтан бұл жерде осы Мұрат Фармға қатысты бір жауапкершілігін шешу қажет болатын. Одан бөлек бұл жерде енді Мұрат Фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің осындай психотроптық дәрілер сататыны жөнінде ауданның белсенді азаматтары бірнеше рет құзырлы органдарға, ауданның билік өкілдеріне ауызша жиналыстарда хабарлама беріп, осы мәселені түбегейлі шешуге жәрдем сұраған. Алайда ол билік өкілдеріменен құзырлы құқық қорғау органдарынан ешқандай көмек болмағандықтан өздері әрекет жасап, сол контрольный закуп жасап, дәрілерді аптекада сатып алып тұрған жерін видеоға түсіріп алған.
ол барлық әлеуметтік желіде, тиктокта, ютубта жарияланған. Одан бөлек осы психотроптық дәрілерді сату үшін арнайы лицензиясы бар ма, жоқ па, оны құқық қорғау органдары тексермеген, сұраныс хаттар жолдамаған, іс материалдарына ондай дәлелдеме құжаттар жоқ. Одан бөлек осы дәріхананың ішінде қаншама тауар бар екені, қаншама дәрі-дәрмек бар екені, оны қай жерден сатып алғаны, оның накладнойлары іс материалдарында жоқ. Осыған да прокуратура назар аудармаған. Олардың 40 миллионға жуық тауарымызбенен дәрі-дәрмегіміз залал келді деп өздері тізім жасап тергеуге ұсынған. Алайда ол дәрілер қайдан келді? Қайдан сатып алынды? Қандай мекемеден алынды? Араларында қандай оны сатып алу туралы фискальный чек немесе жаңағы накладной құжаттар іс материалдарында біз көре алмадық. Және де бұл дәрі-дәрмектердің 1С базасы бойынша ешқандай мәлімет жоқ іс материалдарында. Сондықтан осындай кем-кетіктер бойынша өтініш хат дайындалуда, тергеуде. Енді біз Мақтаарал ауданының полиция бөліміне өтініш порталы арқылы осы дәріхананы өртемей тұрған кезде Ермахан және қасында 13 азамат 102-ні шақырып арыз берген. Сол арыз бойынша қабылданған құқықтық шешімдер бойынша біз жауап ала алмай отырмыз. Мақтаарал ауданының полиция бөлімі бізге ондай мәліметті бүгінгі таңда бермей отыр. Ары қарай оның тағдыры не болды ол арыздың? Неге арызданушыларға заң талабына сәйкес жазбаша түрде жауап қайтарылмаған осы уақытқа дейін? Ермаханның іс-әрекеті дұрыс деп мен айтып отқан жоқпын. Негізі оны біреудің мүлкін қасақана жою бабы бойынша қазір айып тағылып отыр. Ол бойынша сот өзінің әділ шешімін қабылдайды ертелі кеш. Алайда осы ауылдың белсенді азаматтары, біздің болашағымыз деп саналатын жастардың осы психотроптық дәрілерді еркін саудада дәрігердің нұсқамасынсыз сатып алып, осы психотроптық дәріге тәуелді болып жатқанын көріп отырып, соны тоқтату мақсатында жан айқайларын білдіру үшін осы депутаттардың алдында, аудан әкімшілігінің жиналысында, көшпелі жиналыстарда айтылған бірнеше рет. Ол туралы видеолар бар менің қолымда. Және де прокуратураның алдында да жиналыстар болған. Прокурор ол жөнінде тиісті шара көрінетін туралы уәде берілген. Ауылдың ақсақалдарының ішінде де ол мәселе көтерілген. Алайда бұл енді заңның солқылдағының салдарынан осындай қылмыстың орын алуына себепкер болып отыр. Қазіргі таңда Мұрат фарм жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Атакент кентінде орналасқан 2 дәріханасын 6 айдан бері жауып тастады деп, келетін табыстан айырылып қалдық деп өкілдері айтып отыр. Алайда ол Мақтаарал ауданында филиал ашу үшін ол арнайы тіркелуге жатады, филиал ретінде. Және де жергілікті бюджетке салық төлену керек. Олардың табыс көзінен өздеріңіз білесіздер, жергілікті бюджетке салық төлену керек, түсу керек. Біздің Мақтаарал өңірінде кірістер басқармасына ол табыс көзінен салық төленбеген болса, неге пайда көреді олар бұл жерде? Неге дәріхана филиалын ашады? Және де сотта әлі зерделенбеген өте көп қарама-қайшылықтар айтылады келесі сот процесінде. Оның бәрін алдын ала енді біз ашып айта алмаймыз. Сондықтан мен Ермаханға қатысты соттың әділ шешім қабылдайды деген үміттемін.